Қайырлы күн! Мен бүгін онлайн презентация жасауға арналған ерекше құрал туралы айтқым келіп отыр. Оның мүмкіндіктері өте зор. Жалпы мен өзіме келетін болсам, мен оны өзімнің дәрістерімде, семинарларында немесе басқа жерде баяндама жасау үшін пайдаланамын. Оның қандай ерекшелігі бар? Сіз тез арада дайын шаблондарды пайдаланып, өзіңіздің мәтініңізді салып, өте әдемі дизайнда презентация жасай аласыз. Мен бүгін Prezi құралы туралы айтатын боламын. Дәл осы бейнероликтен кейін сіз өз жұмысыңызда Prezi құралын пайдалануды үйренесіз. Ендеше бастайық. Біз жұмысымызды браузерде prezi.com сайтының адресін енгізуден бастаймыз. Сайт ағылшын тілінде, ыңғайлы болу үшін мен аударып отырамын. Ашылған бетте жоғары оң жақта орналасқан логин, кіру батырмасын басамыз. Әрі қарай тіркелу үшін sign up батырмасын басамыз. Сосын тағы бір бет ашылады. Бұл жерде бізге тегін нұсқасы керек болғандықтан basic, яғни бастапқы нұсқа батырмасына басамыз. Жоғарыда айтып кеткендей ол тегін. Осы жерде continue, яғни жалғастыруды басайық. Енді біз тіркелу формасына келдік. Бұл жерде 3 нұсқа ұсынылады. Аты жөніңізді, электронды поштаңызды және құпия сөзді енгізу арқылы. Ал екіншісі Facebook аккаунт арқылы және үшіншісі Google аккаунт арқылы тіркелуге болады. Мен соңғысын таңдаймын. Google аккаунт браузерде тіркелген соң, оның автоматты түрде логин мен құпия сөзі шығады. Өте ыңғайлы. Келесі бетте өз кәсібімізді көрсетеміз. Бизнес, студент, білім беру немесе басқа. Мен білім беруді таңдаймын. Келесі бетте білім беру деңгейін көрсету қажет. Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, колледж немесе университет, бакалаврдан жоғары деңгей және басқасы. Мысал ретінде негізгі орта білім беруді таңдайын. Келесі бетте бірден жаңа презентация жасау, яғни презентация шаблондарын көру немесе презентация дизайндарымен жұмыс істеу ұсынылады. Бұл бетті skip батырмасы арқылы өткізіп жіберуге болады. Біз солай істейік. Сонымен біз Prezi сайтының негізгі бетіндеміз. Жоғары оң жақта сіздің аккаунтыңыз көрсетілген. Оны бассаңыз сіздің аты жөніңіз, электронды поштаңыз шығады. Сонымен қатар logout батырмасын басып, жеке аккаунттан шығып кетуге болады. Соның қасында тілдерді таңдауға болады. Бірақ өкінішке орай қазақ не орыс тілі жоқ. Сондықтан ағылшын тілін пайдаланамыз. Шындығына келсек, 2-3 презентация жасаған соң көзіңіз де қолыңыз да үйреніп кетеді. Жоғарыда атап өткендей біз Prezi'дің basic, яғни тегін нұсқасын пайдаланамыз. Онда кейбір кемшіліктер бар, бірақ негізгі функционалы әдемі презентация жасауға мүмкіндік береді. Енді ақылы нұсқасының 2 түрі бар. Білім алушылар мен оқытушыларға арналған Edu Plus айына $3 және екіншісі Edu Teams оқытушылар мен білім беру ұйымының басшылығына арналған. Ол да орта есеппен осындай бағада. Сонымен ақылы нұсқасының қандай артықшылықтары бар? Мен ең негізгілерін атап өтейін. Біріншіден, презентацияға қоятын суреттер мен белгішелердің санына шектеу жоқ. Яғни сыртқы ресурстардан көп іздемей Prezi библиотекасынан ала саласыз. Одан кейін PowerPoint форматында сақтай аласыз. Кейін оны компьютеріңізге де сақтауға мүмкіндік бар. PDF форматына ауыстыра аласыз және презентация бойынша аналитика жасау мүмкіндігіне ие боласыз. Енді тегін basic нұсқасының қандай кемшіліктері бар? Біріншіден, сіз презентацияңызда онлайн, яғни интернет бар кезде ғана пайдалана аласыз. Яғни, жеке компьютеріңізге бөлек сақтауға мүмкіндік жоқ. Екіншіден, оны интернет арқылы кез келген адам тауып, сізден рұқсат сұрамай пайдалана береді. Мысалға, мен бірнеше ай бұрын басқа аккаунтпен университетте дәріс беруге арнап, әлеуметтік желі туралы презентация жасадым. Соны басқа адам ретінде Google арқылы іздеп көрейік. Әлеуметтік желі Prezi деп кілт сөздерін жазсақ, менің презентациям шыға келеді. Демек, кез келген адам осылай таба алады және оны пайдалана алады. Жалпы онлайн форматтағы презентация қандай болатыны осы жерден көріңіз. Міне, әдемі динамикалық презентация осындай болады. Енді соны жасауға кірісейік. Жаңа презентацияны жасаудың 2 жолы бар. Дайын шаблондарды пайдалану арқылы немесе таза слайдтан бастау. Біз уақыт үнемдеу үшін біріншісін таңдайық. Create from template.
Келесі бетте алдымызда әртүрлі тақырыптар бойынша көп шаблондар ұсынылады. Сол жақ бағанда сол тақырыптар бойынша шаблондарды таңдауға болады. Жалпы тақырып сауда және бизнесті дамыту, маркетинг, білім беру, тренингтер және видео шаблондар. Сонымен қатар түстер бойынша да шаблондарды топтастыруға болады. Біз білім беруді таңдайық. Алдыңызда көптеген дизайнда шаблондар шығады. Солардың бірін таңдап үстіне басайық. Келесі кезекте Use this template. Осы шаблонды пайдалану батырмасына басу керек. Әрі қарай оған ат берейік. Енді біз презентацияны кімге ұсынамыз? Егер адамдар тек сілтеме арқылы ғана көре алады десек, бұл қызмет ақылы. Сондықтан екіншісін, яғни барлық адамдар көре алады деген нұсқасын белгілеп, әрі қарай батырмасын басамыз. Міне, біздің таңдаған презентацияның шаблоны ашылды. Енді онымен жұмыс істеу неден бастау керек екенін айтайын. Біріншіден, сол жақ бағанда ретімен орналасқан слайдтар орналасқан. Одан жоғары презентацияның аты. Оны кез келген уақытта өзгертуге болады. Ал орта тұсында басқару элементтері орналасқан. Style – бұл стиль. Оның ішінде негізгі сурет, яғни фон, пішіндер, түстер және мәтін баптаулары бар. Екінші элемент insert, яғни енгізу. Ол арқылы суреттер, мәтіндер, пішіндер, белгішелер, видеороликтер және тағы басқа нәрселер енгізуге болады. Және де соңғы үшінші элемент ол share, яғни бөлісу. Ол арқылы сіз презентацияңызды көрсете аласыз, сілтемесін көшіресіз, бірнеше адам болып бір сәтте презентацияға өзгерістер енгізесіз және бейнеролик жасайсыз. Енді экранның жоғары оң жағына қарасақ, бұл жерде презентацияны көрсету батырмасы орналасқан. Енді бізбен бірге әлемнің жаңа 7 кереметі тақырыбында презентация жасайық. Суреттерді компьютердегі папкадан аламыз, мұқият қараңыз.
Дайын болған презентациямызды көру үшін жоғары оң жақ бұрышта орналасқан Present батырмасын басайық. Слайдтарды ауыстыру үшін төмендегі бағыттауыш батырманы не компьютердің пернетақтасындағы бағыттауыш батырмаларды басамыз. Дайын болған презентацияны басқа адамға жіберіп, оған әртүрлі рұқсат беруге болады. Ол үшін Share батырмасын, сосын Collaborate белгішесін басамыз. Ашылған мәзірде сол адамның электронды поштасын енгіземіз. Кейін оң жағында орналасқан тізімнен презентацияға беретін рұқсат түрін анықтаймыз. Өзгерістер енгізе алады, тек комментарий жаза алады және тек көрсете алады. Біз өзгерістер енгізуге рұқсат берейік. Ол үшін Add қосу батырмасын басамыз. Рұқсат хаты жазған электронды поштаға жөнелтілді. Ал егер сіз бірнеше адамға дәл осылай рұқсат берсеңіз, онда олардың барлығы бір сәтте отырып өзгерістер енгізе алады. Және бұл өзгерістер бір-біріне сол сәтте көрініп отырады. Енді біз YouTube желісінен бейнеролик қоюды үйренейік. Ол үшін Insert басқару элементіне барып жаңа бөлім жасайық. Оны YouTube деп атайық. Енді осы бөлімнің ішіне әрі қарай кіріп бейнероликті қоюға болады. Бірінші керек мәтінді жазайық. Астына роликті орнату үшін қайтадан Insert элементіне барып, видео белгішесін таңдаймыз. Ашылған мәзірде тиісті жолға YouTube желісіндегі бейнероликтің сілтемесін көшіріп алып қоямыз. Дұрыс қойылды ма жоқ па тексеру үшін слайдымызды қосып көрейік. Бәрекелді, қолымыздан келді. Сіз күнделікті өмірде әлеуметтік желіге қанша сағат уақытыңызды жұмсайсыз? Таңертең ұйқыдан тұра сала смартфоннан бүкіл әлемдегі жаңалықтарды көре аласыз. Кімнен хат келді, достарым қандай суреттер салды, әріптестерім қай жерде демалып жүр, және көршім қандай тамақ істеген туралы ақпаратты бірнеше секундта білесіз. Prezi сайтының бастапқы бетіне өтсек, бұл жерде біз дайындаған презентациялардың барлығы тұрады. Оларды кез келген уақытта өзгертуге, басқа адамдармен бөлісуге болады. Сонымен, біз бүгін ерекше құрал, яғни Prezi құралын пайдалануды үйрендік. Оның ең басты екі артықшылығы бар. Біріншісі, сіз бұрынғыдай Microsoft PowerPoint форматында презентация жасап, оны USB флешкаға салып, әрі-бері тасудың қажеті туындамайды. Оны сіз тіпті жоғалтып алуыңыз да мүмкін. Бұл жерде сізге тек қана интернет және компьютер керек. Яғни, сіз интернетке қосыласыз да өзіңіздің дайындаған презентацияңызды көпшілікке ұсына саласыз. Тіпті бұл жерде компьютердің де қажеті жоқ, смартфонда жеткілікті. Себебі бұл Prezi құралының смартфондаға арналған қосымшасы да бар. Екінші артықшылығы, сіз уақытыңызды үнемдейсіз. Яғни, кез келген тақырыпта, кез келген бағытта, әртүрлі дизайндағы шаблондарды пайдаланып, өз жұмысыңызда қолдана алатын боласыз. Сонымен менің бүгінгі сабағым аяқталды. Келесі пайдалы бейнероликте кездескенше.